Жалпы қазақ елі бұл Бахитолла Мағдидің ислам әлеміне арналған еңбегінің жемісі де мен сендерге сендерге керекті алғашқы ілімді айтып бердім. YouTube каналында Бақыт Байсейітов десеңдер, Бақыт Байсейітов, Фейсбукте болсын, тағы көптеген жерлерден осы тоқтан болсын, тиктоктан болсын табасыңдар. Сендерге керекті ілімнің барлығы. Жалпы алғанда мағдиятсыз ешқандай құтқаруларың болмайды да, бәрі далбаса. Сондықтан міндетті түрде Бахитоллахтың алдына келесіңдер. Бірақ қалай келесіңдер? Аштық менен, зілзала менен, неше түрлі зұлымдық көріп, қиянат көріп, көздеріңнен сораң ағып, мойның ырғайдай, бетің торғайдай болғанда келесіңдер да. Өйткені сендер жай ғана жаратқанның және жасағанның әмірімен келген Бахитолла Мағдиді мойындамадыңдар да, және қабыл алмадыңдар. Сондықтан қазіргі шығып атқан рептилоидтар, неше түрлі перілер әлемі, жындар әлемі, толып атқан сондай төменгі әлемдерден келіп атқан ақпаратпен қанағат тұтып жүрсіңдер да. Жалпы алғанда сендердің деңгейлердің төменде. Бұл жөнінде ақпаратта бар бізде. Жалпы алғанда сендер реформация менен жаңағы 12-ші ғасырға қайта қайтатын халыққа айналып барасыңдар да. Бірақ қазақтың жинаған қоры бар, әулиелері бар, даналары болған, пайғамбарлардың ізімен жүргендері болған, Бахитолла Мағдиді армандағанары болған. Солардың шапағатымен ғана, әулие әмбиелердің көз жасымен ғана сендер аман қаласыңдар. Бірақ оған сейін қайталап айтамын, аштықты да, нәубетті де, соғысты да бәрінде көресіңдер. Біз қазір енді өзіміздің жұмысымызды Исаның іліміндегі христиан іліміне аударамыз да, енді солармен жұмыс істейміз. Мен жаңа бір видеомда айтып кеттім ғой. Өйткені екі діннің басы қосылу үшін, Алланың, адамның келбеті және іспеті сәйкес келу үшін екі қауыммен жұмыс істеу керек та. Сондықтан біз ислам әлеміне көп уақыт жұмсадық. Енді христиан әлеммен жұмысымыз болады. Сау болыңдар, пока.